Ассалаумағалейкум. Мен қазір қысқаша мағлұмат беріп өтейін гаусс сауда проектісі туралы. Ақша қалай түседі, доля деген не, қандай процент болады, соның барлығын. Гаусс сауда проектісі ол өзіміздің отандық өнім. Основательдер өзіміздің қазақтың 3 жігіті қарағандылық. 2017 жылы құрылды. Содан бері жұмыс жасап келе жатыр, Аллаға шүкір. Қазіргі таңда 98%-дай несі бітіп тұр жұмысы. Тек қана 2%-дай қалып тұр, ол платежный системаларды қосып жатыр СНГ бойынша. гаусс сауда проектісі бұл онлайн торговая площадка. СНГ-да жұмыс жасап тұрған сатушы мен сатып алушыны байланыстырады. Мысалы, сатушы бір затты сатам деп қалдырса, соны сатып алатын адамға моментальный пуш уведомление барып тұрады. Егер сатып алам деп қалдырса, сататын адамға пуш уведомление барып тұрады моментально. Біздің сауданың жұмысы сол, сатушы мен сатып алушыны моментально байланыстыру бір-бірімен, қарап отырсаңыз. Енді қазіргі таңда гаусс сауда проектісінің 362 үлесі, долясы сатылымға шықты Қазақстан бойынша. Оның қазіргі таңда 339-дай қалды, қазір одан да төмендеп жатыр. Потому что адамдардың барлығы группада информация алып жатыр, тыңдап жатыр, қызығушылық өте көп. Біздің компанияда көбісі қызығатыны бұл сетевой емес. Сетевой болмағандықтан бұл жерде адам тіркемейді бізде. Әр адам мысалы өзі доляны сатып алып, пассивный доходты алып отырады. Доляны сатып алған адамда бізде пассивный доход положено. 2 пассивный доход. Біріншісі гаусс саудадан, екіншісі лицензиядан. Ал сатылымда тұрған қазіргі үлестердің бағасы старт инвест деген 175 мың теңге тұрады, медиум инвест деген 525 мың теңге тұрады. Стартты алсаңыз, сізге компаниядан 0,005% беріледі. Медиумды алсаңыз, сізге 0,015% беріледі. Енді қараңыз, ақша қайдан түседі? Қазіргі таңда СНГ бойынша бізде 300 миллионнан астам халық тұрады. Оның 25-30% ол предпринимательдер. Осы 25-30% предприниматель деп отқанымыз, ол 300 миллионның ішінде где-то 90 миллион население, примерно 90 миллион предприниматель. Бізге оның барлығының қажет жоқ, 90 миллионның. Бізге жоқ, құрыды, вообще болмай қалды, сауда жүрмей қалды дегеннің өзінде минимально айтқанда 1 миллион предприниматель жарайды сауданың ішінде жұмыс жасайтын. Абонентский плата болады, күніне 300 теңге, айына 9 мың теңге. Ол тек Қазақстанда. Мысалы, Ресей елінде ол рубльден теңгеге шаққанда 500 теңге болуы мүмкін. Әртүрлі болады, мысалы. Қырғызстанда басқа болуы мүмкін, Өзбекстанда басқа болуы мүмкін. Осылай, мысалы, әр предприниматель күніне 300 теңге, айына 9 мың теңгеден миллион предприниматель бір айда төлегенде, получается 9 миллиард товарооборот береді компания. Бір айда. Бұның барлығы минимальный айтылған 9 миллиард. Ал енді сізде, мысалы, скажем, 175 мыңның долясы бар дейік. Компаниядан 0,005% алдыңыз, е? Компанияда 9 миллиард товарооборот болған кезде, сіздің пайызыңыз бойынша 450 мың теңге сізге положено. Көріп отырсыз, Ал егер сізде медиум пакет болса, ол жерде компания 0,015% бар, онда уже где-то 1 300 000 болады. 3 есе көп. Медиум алған адамда 3 есе доход көп болады. Потому что стартта 1 доля болса, медиумда 3 доля. Сразу тройной доход. Мысалы, стартта алған адамға 100 мың түссе, анаған 300 мың, анаған миллион түссе, анаған 3 миллион түседі деген сөз. Барлық официально, документально компанияның өзінің бейіні бар, налог төлеп жатыр. Головной офис Астана қаласында, технопарк Астана хабтың ішінде, барып қарасаңыздар да болады. Қазақстанның басқа қалаларында бізде филиалдар жұмыс жасап тұр қазіргі таңда. Договор толтырасыз, 4 договор толтырасыз, 2 бізде, 2 сізде болады. Договордың ішінде барлығы жазылған, штрафные санкции, возврат денег, қазақта білесіз, айтушы наследникінен қарастырылған. Вывод барлығы через банк, как положено. Вход-выход барлығы через банк. Қазақстанның любой банкоматымен жұмыс жасаймыз. Қысқаша мағлұмат осы. Тағы да сұрақтар болса, қойып отырыңыздар.